Баршаңызға қайырлы күн. Мен бүгін қысқа дайындалып, таза табиғи өрік шырын жасадым. Өте керемет шығады. Сіздер де осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең бастысы қанты аз, қалтаға да ағзаға да пайдалы. Менің каналыма тіркеліп, қоңырау белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен өрікті тазалап жуып, сүйегінен ажыратып аламыз. Осы өрікті блендерден немесе ет тартқыштан өткіземіз. Осында пюре жасаймыз. Өрік таза күйінде сүйексіз 3,5 кг шықты менде. Мен бұған 3,5 литр су құйдым. Жақсылап араластырып, сүзгіден өткіземін. Мен барлығын сүзгіден өткізбедім, жартысын өткіздім да, жартысы қою болу үшін қалдырдым сүзгіден өткізбей. Сүзгіден өткізетін себебі кейбір өріктің жібі көп болады, сол үшін өткізіп алады. Дайын болған массамызды газға, отқа қоямыз. Көбігі шыққанша арасында араластырып тұрамыз. Көбігінен жақсылап сүзіп аламыз. Сосын оттың астын басып, баяу отта 20 минут қайнаттым. Осы аралықты пайдаланып, банкамызды стерилдеп аламыз. Өшіп тұрған духовкаға жарты шөміштен көбірек қып противенге осылай су құйып аламын. Оның үстіне решеткаға банканы, жуылған таза банканы орналастырамыз. Мен банкының ішін содамен жуып аламын. Сосын 120-130 градусқа қосып, асты үстін 17 минутқа қоямыз. 20 минут уақытымыз өтті. Енді осыға мен 500 грамм қант салып, жақсылап араластырамын. Қатты қайнаған соң, астын тағы да басамын баяу отқа, сосын 20 минут тағы да қайнатып аламын. 17 минут уақытымыз өтті. Духовканы өшіріп, өстіп аузын ашып қоямын. Шырынымыз дайын. Енді ыстық күйінде осы банкамызға құямыз. Банканың қақпағын мен ыстық су құйып стерилдеп алдым. Құйып болған соң демарада қақпағын жауып, банка жапқышпен арлы-берлі бұрап, қақпағын жауып аламыз. Қақпағын жапқан соң дұрыс жабылғандығын осылай төңкеріп, тексеріп аламыз. Осылай құрғақ болуы тиіс. Менде жаңағы 3,5 кг өріктен 5,5 литр шырын шықты. Осылай бір түнге қоямын. Дәмі өте керемет. Магазиннен сатып алғандай, бірақ қою, таза табиғи шырын. Компот жасағаннан оңай екен, жасап көріңіздер.